Еуропада азаматтық алу ең оңай саналатын топ 5 ел. 5-ші орында Мальта мемлекеті. Мұнда инвестиция арқылы бар болғаны бір жылда азаматтық алуға болады. Немесе осы елде тұрмысқа шығу, туыстық байланыс, немесе ұзақ тұру арқылы 5 жылда алуға болады. Таң қаларлығы, бұл елде қос азаматтыққа рұқсат етіледі. 4-ші орында Ирландия. Мұнда 5 жыл тұрған соң азаматтық алуға болады. Егер ирландиялықпен некеленсен, 3 жылда аласың. Ата-анан немесе ата-бабан ирландиялық болса, азаматтық алу оңай. Талаптар қатарында қылмыстық істің болмауы және тұру орнын растайтын құжаттар. 3-ші орында Италия. Егер ата-анан аталарын итальян болса, сол арқылы азаматтық алуға болады. Итальяндыққа үйленсен, 2-3 жылда аласың. Ал жай көшіп келсен, 10 жыл тұру керек. 2-ші орында Испания. Жалпы адамдар үшін 10 жыл тұрған соң азаматтық беріледі. Бірақ Латын Америкасы елдерінен келген жерге бар болғаны 2 жыл жеткілікті. Неке немесе тектілік арқылы да тезірек алуға болады. 1-ші орында Португалия. Бұл елде тұрақты тұру арқылы небәрі 5 жылда азаматтық алуға болады. Сонымен қатар инвестиция немесе тектілік арқылы да алуға мүмкіндік бар. Бұл Еуропадағы азаматтыққа апаратын ең жеңіл жолдардың бірі. Лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.